Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сен не саласың?» Тема сегодняшнего урока «Что ты будешь рисовать?» Жаңа сөздерді есте сақтаймыз. Запоминаем новые слова. Сурет, рисунок. Күн, солнце. Ай, луна. Жұлдыз, звезда. Есте сақтаймыз. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Сен не саласың? Мен күн саламын. Я буду рисовать солнце. Балалар, тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Гүл, цветок. Күн, солнце. Ай, луна. Ағаш, дерево. Жұлдыз, звезда. Сұраққа жауап бер. Отвечаем на вопросы. Бұл не? Суреттерді көрсетіп, не екенін атап шық. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап бер. Суретте не бар? Қане атап көрші, суретте нелер бар? Және өзің қалаған суретті салып, бояп маған жібер. Тыңдаймыз, балалар. Күн жарығын алақанға саламын. Жүрегіме басып ұстай қаламын. Ізгі әрі нәзік, жарық мейірімді болып кетер сонда дереу жан жағым. Қане өлеңді қайталап көр. Күн жарығын алақанға саламын. Жүрегіме басып ұстай қаламын. Ізгі әрі нәзік, жарық мейірімді болып кетер сонда дереу жан жағым. Балақай, бүгінгі сабаққа белсенді қатысқаның үшін рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау бол!